Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз трейдерлерге арналған платформаларды қарастыруға жалғастырамыз. Кезекте қазіргі уақытта танымал платформалардың бірі MatchTrader. MatchTrader MetaTrader 5 сияқты платформа, бірақ пайдалану ерекшеліктері бар. Бүгін оның интерфейсі және оның қалай пайдалану керектігі туралы сөйлесейік. Платформаны үш негізгі бөлікке бөлуге болады. Таңбалары бар сол жақ терезе, графигі бар оң жақ терезе және ордерларға арналған төменгі терезе. Біріншіден бастайық. Бұл бөлімде календарь новостей және волатильностьті көруге, лидеры роста и паденияны бақылауға және жаңалықтарды фундаменталды түрде білуге мүмкіндік беретін үш вкладка бар. Осы панельдің астында активтер тізімі орналасқан. MatchTrader'дің MetaTrader'ден ерекшеліктердің бірі валюта жұптары мен индекстерді ғана емес, сонымен қатар криптовалюта мен тауарларды да торговля жасау мүмкіндігі бар. Символы бөлімінде сіз активтерді категория бойынша таңдап, олардың таңбаның оң жағындағы жұлдызшаны басу арқылы избранныйға қоса аласыз. Оларды сол жерден көресіз. Енді диаграммасы бар оң жақ терезеге назар аударайық. Мұнда сіз өзіңіздің шотыңызбен ашық сделка туралы ақпарат көресіз. График таңбалар тақтасынан сіз таңдаған активті көрсетеді. Бұл терезенің жоғарғы жағындағы графикті реттеуге арналған құралдар бар. Таймфреймі, график түрі, графиктер саны, графикті жақындату не алыстату, курсор, кейбір сурет салу құралдары, индикаторларды қосу және графикті визуалды настройкалары. Бірақ мұнда тек сетка мен тапсырыстарды алып тастауға немесе қосуға болады. Және графикті толық экранға қою. Енді соңғы төменгі панель. Платформаның төменгі жағында 4 вкладка бар. Открытые сделки, мұнда ашық сделкалар көрсетіледі. Отложенные ордера, лимиттік және стоп ордерлары көрсетіледі. Финансы, қаражатты толтыру және оны алу туралы ақпарат. Закрытые позиции, жабық ордерлар тарихы. Енді позицияларды қалай ашуға болатын туралы сөйлесейік. Таңбалар тақтасынан активті таңдағанда бірден сатып алу және сату үшін екі кнопканы көресіз. Бұл рыночное исполнение ашылуы. Дегенмен икемді және тиімді әдісі бар. Создать ордер кнопкасын басып, сіздің алдыңызда модальды терезе ашылады. Мұнда сіз рыночное исполнение аша аласыз. Стоп-лосс және take profitті қоя аласыз. Отложенный ордер вкладкасында тура сондай, бірақ мұнда тек ашылу бағасын көрсету керек. Графикте барлық ордерлар сызықтармен көрсетіледі. Егер де сіз оны параметрлерді өшіріп қоймасаңыз. Барлық параметрлерді енгізгеннен кейін сатып алу немесе сату батырмасын басу ғана қалады. Тапсырыс жасалғаннан кейін диаграммада сызықтар жоғалып кету үшін модальды терезені жабыңыз. Енді сіз өз позицияңызды анық көресіз. Қойылған позиция отложенный ордера бөлімінде көрсетіледі. Оны редактировать етуге немесе жоюға болады. Егер сіз ордерді ашқан болсаңыз, ол открытые сделки бөлімінде пайда болады. Онда стоп-лосс пен take profit деңгейлерін өзгертуге болады. Оң жақта сіз сделканың комиссиясы және сіздің пайдаңыз туралы ақпарат көресіз. Сондай-ақ осы батырманы басу арқылы сіз позицияны жартылай жаба аласыз. Ордерларды жабу үшін тиісті түймені пайдаланыңыз. Жабылғаннан кейін ордерлар туралы ақпарат закрытый позиция бөлімінде қолжетімді болады. Осылайша, MatchTrader қаржы нарықтарында тиімді сауда жасау үшін көптеген мүмкіндіктерді ұсынады. Сіздің саудаңызға сәттілік. Сізбен бірге болған UB Hunters командасы.